Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін 11-ші сынып материалдарымен ары қарай танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз хемосинтез деп аталады, және біз бүгін осы сабақта хемосинтез бен фотосинтезді салыстырамыз. Олардың айырмашылықтарын, олардың ұқсастықтарын зерделейміз. Ендеше сабағымызды бастайық. Негізі энергияны алу көзіне байланысты ағзаларды біз екі үлкен топқа бөлеміз. Сонымен ағзаларды энергия алуына байланысты энергия алу көзіне байланысты ағзаларды қаншаға бөледі екенбіз балалар? Екі үлкен топқа бөлеміз. Бірінші ағзаларды автотрофтар деп атаймыз. Автотрофтар. Ал екінші ағзаларды гетеротрофтар деп атаймыз. Сонда бұлардың айырмашылығы қандай? Автотрофтылар дегеніміз грек сөзінен алынған, ол өздігінен қоректену дегенді білдіреді. Бұл фотосинтез процесі арқылы биорганикалық заттардан органикалық заттарды жасайтын жасыл өсімдіктер. Бұларды біз автотрофтылар деп атаймыз. Әдетте қоректік тізбекте бұлар бірінші деңгейде орналасады. Ал гетеротрофтылар дегеніміз не? Гетеротрофтылар дегеніміз түрлі организмдердің тіршілік әрекеті нәтижесінде ыдыраған немесе бөлінген өнімдермен қоректенетіндер. Бұлайша айтқанда, дайын өніммен қоректенетін ағзалар. Сондықтан бұларды гетеротрофтар деп атаймыз. Бұлар бағанағы автотрофтар синтездеген дайын органикалық заттармен қоректенеді. Сондықтан гетеротрофтар деп аталады. Енді автотрофтылар өзінің кезеңінде тағы екіге бөлінеді. Біреуі фототрофтар, немесе фотоавтотрофтылар дейді. Екінші хемоавтотрофтар, немесе хемотрофтар. Немесе хемоавтотрофтар. Міне, сонда автотрофтылардың өзін екіге бөлеміз. Бірінші фототрофтар, немесе хемотрофтар. Фотоавтотрофтылар, немесе хемоавтотрофтылар. Бұл қалай жүзеге асады? Фототрофтыларда бұл фото деген сөз энергияны күн сәулесінен алатындар. Хемотрофтар, бұлар хемосинтектер, бұлар фототрофтылар фотосинтез нәтижесінде энергия алатын болса, хемотрофтар хемосинтез нәтижесінде энергия алып отырады. Ал үдерісті хемосинтез деп атайды. Сонда хемосинтез дегеніміз не болды балалар? Бұл хемосинтез дегеніміз химиялық реакция барысында биорганикалық заттардан энергия алу үдерісін хемосинтез деп атайды. Хемосинтезді ең бірінші 1887-1888 жылы орыстың ғалымы Сергей Николаевич Виноградский ашқан болатын. Сонда бұл хемосинтезді кім ашты болар? Хемосинтезді. Бұл үдерісті орыстың атақты микробиологы Сергей Николаевич Виноградский. Виноградский ашқан болатын.
Енді біз салыстырайықшы. Хемосинтез бен фотосинтездің қандай айырмашылықтары бар? Бірінші, энергия алу көзі. Мына жерге фотосинтездің белгісін жасайық. Мынау дегеніміз ол хемосинтез. Энергия алу үдерісіне келетін болсақ, энергия алу көзіне келетін болсақ, фотосинтезде жасыл организмдер энергияны қайдан алады? Әрине күннен алады. Сонда энергия алу көзі бұларда күн болады, жарық. Былайша айтқанда, энергия алу көзі жарық. Ал хемосинтезше, хемосинтезге жарықтың мүлде қажеті жоқ. Бұлар биорганикалық заттардың химиялық тотығы реакциясынан энергия алады. Сонда химиялық заттардың химиялық тотығы. Міне, осыдан бұлар не алады? Энергия алып отырады. Екінші параметр, қандай ағзалар бұл процестерге, бұл үдерістерге қатысады? Бұл жерге ағзалар дейік. Фотосинтезде қандай ағзалар қатысады дедім? Жасыл өсімдіктер. Жасыл өсімдіктер немесе цианобактериялар. Хемосинтезде қандай ағзалар хемосинтезді өзінен өткізеді? Бұл жерде бактериялар, және архейлер. Енді үшінші параметрі өтетін орны. Қай жерде өтеді? Фотосинтез үдерісі балар хлоропластта өтеді. Қай жерде өтеді екен? Хлоропластта. Ал хемосинтезде мезосомада өтеді. Және бұл жерде плазмалық мембрананың ішкі өсінділерінде өтеді. Плазмалық мембрананың ішкі өсінділерінде. Міне балар. Бұл хемосинтез бен фотосинтезді салыстырғандағы айырмашылығы. Екеуін көріп отырсыңдар, екеуінде айырмашылық болады екен. Мезосома дегеніміз не еді? Есімізге түсірейік. Мезосома дегеніміз бактерияларда митохондрияның қызметін атқаратын органоидтар, оларды біз не деп атадық? Мезосомалар деп атадық. Сонда хемосинтез процесі осы мезосомаларда немесе плазмалық мембрананың ішкі өсінділерінде өтеді екен. Ал енді қандай ұқсастықтар бар? Қалай ойлайсыңдар? Екеуде бұл процесс, екеуде процесс, үдеріс, сонда бұларда қандай ұқсастық бар? Онда мына жерге біз ұқсастықтарын жазайық. Мына жерге айырмашылығы дейік. Ал мына жерге осы екі процестің несін жаздық? Ұқсастығын жазып отырамыз. Бірінші, екеуде автотрофты қоректену типі болып табылады. Қараңдаршы мені. Автотрофтылардың өзі екіге бөлінді, сондықтан екеуде автотрофты қоректену типіне жатады. Қоректену типіне жатады. Екеуде балар. Түсінікті ғой? Екінші, бұл екі процестерде де энергия керек.
оларға энергия керек. Сонда бұларда энергия АТФ түрінде сақталады. Екінші энергия АТФ түрінде сақталады. Үшінші, бұл энергия не үшін керек? Бұл энергия органикалық заттардың синтезіне жұмсалады. Осыны ұмытпайық. Энергия фотосинтезде де, хемосинтезде де не үшін керек екен? Ол органикалық заттардың синтезіне жұмсалады. Міне, сондықтан біз осы екеуін, осы ұқсастығында осы екі нәрсені айттық. Екеуі бір-біріне осы арқылы ұқсайды дедік. Сонымен хемосинтез дегеніміз не екен балар? Химиялық реакция барысында биорганикалық заттардан энергия алу үдерісін не деп атаймыз? Хемосинтез дейміз. Оны кім ашты? Оны орыстың ғалымы Сергей Николаевич Виноградский ашқан. Міне балар, бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.